Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, жасалу жолы оңай, бір жасағаннан шығатын круассандар дайындайтын боламыз. Үлпілдеп осындай керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен жылы сүт және де жылы су қажет. Дрожжымызды, құмшекерімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып болғасын пищевой пакетпен бетін жауып 15 минут жылы жерге қойып қоямыз. Біздің дрожжымыз ашуы қажет. Срогы өтпеген жақсы дрожж болса осылай әдемі болып көпіршейді. Енді бір жұмыртқамызды және де пісте майымызды құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң ұнымызды илектен өткізіп жай-жайдан қосатын боламыз. Илектен өткізсеңіздер өте керемет шығады тестамыз. Осылай барлығын жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Ұнды мөлшерден көп қоспайсыздар. Мен описанияға 700-800 грамм деп жаздым. Сіздер өздеріңіз қанша ұн алады, сонша қосасыздар. Осылай жұмсақ қамыр шығады. Бізде осылай керемет болып ашып шықты. Мен 30-40 минутқа қойып аласыздар. Содан соң ұнымызды кішкене ғана сеуіп, осылай тестамызды алып, бірнеше бөлшектерге бөлетін боламыз. Ұн көп қоспайсыздар. Қамыр осындай өзі жұмсақ, әдемі болып. Қамыр өте оңай жайылады, өйткені біздің тестамыз жұмсақ. Осы круассандарды жасалуы бар болғаны 1 сағат кетті. Ең оңай жасалу жолы осы. Осылай барлығын бір келіп кетіп жайып шығамыз. Арасына ұн сеуіп қоясыздар, немесе бөлек-бөлек қойыңыздар, қамыр жабыс қалмау үшін. Сосын бөлме температурасындағы майымызды осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Майды ертіп жағуға болмайды. Осылай алдын ала холодильниктен шығартып, ертіп қоясыздар. Осылай барлығын жағып, қамырларды бірінің үстіне бірін қойып, осылай жайып аламыз. Енді осылай бірнеше бөліктерге бөліп кесіп алатын боламыз. Ішіне вареный сгущенка немесе құр өзін жасасаңыздар болады. Осылай қамырдың тура ортасынан кесіп аласыздар, сонда біздің қамырымыз үлкен, әдемі көрініп тұратын болады. Сгущенка қоспасаңыздар да өте дәмді шығады. Осылай жұмыртқаның сарысын ғана жағатын боласыздар. Толық рецепті описания бөліміне қалдырдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай, дәмі керемет. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. 170 градуста осылай 40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Біздің круассандарымыз дайын. Қараңыздар, қандай слой әдемі болып тұр. Осылай шығуы қажет. Піскен кезде өте әдемі болып шығады. Біздің пешімізде осылай көтеріліп, әдемі болып пісіп жатыр. Круассандарымыз дайын болды. Осылай өте керемет болып шықты. Қатпар болып, әдемі болып. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз. Пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Баршаңызға ас болсын.